Бәріне сәлем, менің артымнан жүріңіздер. Сіздерге халал слайстағы жаңа пицца түрлерін көрсетемін. Іші осындай, кассаға барып өзіңіз тапсырыс бересіз, және осындай шағын отыратын жерлері бар. Бұл жерде дәу пиццалар сататын еді ғой. Қазір осындай кіші пиццалардың әртүрлі дәмі шығыпты. Мен 3 түрлі пицца және десерт тапсырыс бердім. Орныма жайғасып 20 минут тапсырыс күттім. Қазір ерекше пиццалардың дәмін көреміз. Барбекю пиццасы, вегетарианская пицца, ранч пиццасы. Қазір вегетарианецтер көп болып кеткен. Олар үшін осындай пицца шыққаны өте жақсы болды. Дәмі ерекше, бұрыш қызанақ санарлықтан тұрады. Және қамыры өте жұқа. Барбекю пиццасының ерекшелігі бұл барбекю соусында. Бүгін жеген пиццалардың ішінде ең дәмдісі осы. Пепперони мен маргаритадан жалыққан болсаңыз, алуға кеңес беремін. Және соңғы пицца бұл ранч. Аты да қызық екен. Неге десем, бұл үстіндегі соусының аты ранч екен. Ірімшігі көп, начинкасы өте жақсы, бірақ мен үшін үстіндегі соусы тым көп. В итоге маған барбекю пиццасы қатты ұнады. Ал маған ас болсын. Алған десертімді үйге барып шаймен іштім. Барлық пиццаның бағасы 2000 теңге. Арзан ба, қымбат па, қалай ойлайсыздар?